Without me, how can his work be done? Рихимлі Самариялы. I will reach where Менің қолларым иемнің қолларыдыр. Менсіз ол қандай қылып өз іслерін істейді. Мен ол берген нәрсеге ерісемен, маған берген мейірім шапатыменен. Мен оның шыпа беруші қоллары боламан. Аяқларым иемнің аяқларыдыр. Менсіз ол қалайынша жарлылар менен жүре алады. Ол қай жерге жол жүрсе, мен де сол жерге бараман. Хәммеге соранған халда, ол ұшын мен еш бармаған жеріме де бараман. Ием маған жәрдем бер. Жақыныма не бермекші болсаң, сен ұшында мен берейін. Ием маған жәрдем бер. Тап сондай өмір сүрейін. Жақыным бәрхама қасымызда сен барыңды білсін. Менің аузым иеміздің аузыдыр. Менсіз қалайынша иемді естеді. Ол нені айтса, мен соны айтаман. Әр күні сүйіспеншілік һәм өмір бағышлайман. Һәм кім жанымызда болса, оның сөзлерін естеді. my mouth is the Lord's mouth. Without me, how can his voice be heard? I will say what he would say, speaking love and life each day. And everyone who's near will hear his word. Сізлер бақытлысыз. Себебі көп дана адамлар һәм патшалар сізлер білген нәрсені білуді, сізлер есткен нәрсені естуді арман етеді. Бірақ олар көрмеді де, естпеді де. Кешіресіз, ұстаз. Сізден сорасам мәйлі ме? Мәңгілік өмірге ерсу үшін мен не қылуым керек? Мұхаддис низамда не деп жазылған? Сен оны қалай түсінесең? Онда ең болған Құдайыңды бүткіл жүрегің, бүткіл жаның, бүткіл күшің һәм бүткіл ақыл ойың менен сүйделінген. Және де өзіңді сүйгенің сияқлы, жақыныңды да сүйделінген. Дұрыс жауап бердің. Осылай ісле, сонда жасайсаң. Онда менің жақыным кім? Мен сені естім. Енді сен мені есіт. Бір адам Иерусалимнен Ерихо қаласына жол алыпты. Джош, мынаны ана мүйіштегі адамға апарып бер. Әжеп болады, әке. 16, 17, 18, 19, 20. Кешіресіз, мырзам. Міне сіздің ауқатыңыз. О, рахмет, бала. О, рахмет саған, балам. Надап, ақмақ, ол сенің ауқатыңды еле алып келген жоқ. Хей, қане менің ауқатым? Қазір алып келемен, мырзам. Қарақшылық қылу қандай ажайып. Онан қалса көп пайда келтіреді. Кеш, маған қаншасы тиесілі? Кел ортасынан бөлеміз. Мә, ал. О, кеш, рахмет саған. Енді мен де саған ұқсаған байман сондай ма? Әлбетте. Енді қашан қарақшылық қыламыз? Менде бір пікір туылды. Енді жолаушыларды Ерихо қаласына кірер жерде тонаймыз. Сондай қылсақ, олар біздердің пұлларымызды Гаалдың мейманханасында сарқылай алмайды. Мен оларды өлтіремін бе? Надап, бұл сенің жұмысың. Сен оларды өлтіруің керек. Өлген саудагер ешқашан әскерлерге оны кім өлтіргенін айта алмайды. Кеш, мен қалай оның өлгенін білемен? Қашан қимылдамай қалса?
Надап, бұнша ақмақ болмасаң. Мені ақмақ деуің маған жақпай атыр. Менің аузымнан шығып кетті, Надап. Мен сені ажайып демекші едім. Сен сондай ажайыпсаң. Менің мейманханамнан жоқ болың. Мен ұры һәм қарақшыларға қызмет қылмайман. Джош, жүгір әскерлерді шақырып кел. Әскерлерді? Яқ, тек әскерлерді емес. Біздер әлі қашан кетпекшіміз? Бірақ мен ауқатымды еле жеп болмадым, Киш. Кетуіміз керек, Надап. Артықша машқаланың керегі жоқ. Киш, ақыры мен ашпан. Мен ауқатымды жемекшімен. Әке, мен қорқып кеттім. Бұл жерде Ерихода олар ешкімді тонай алмайды. Бірақ ертең Ериходан Иерусалимге бір өзі келетұғынларға менің рехімім келіп атыр. Әке, бүгін нені езіп атырсыз? Мазалы дәм беруші шөплер, императордың жеке асханасы үшін. Бұл Ява аралынан келтірілген ащы қарабұрш. Ажайыпсаң, Ребека. Сен хақиқи дәм беруші шөплер сататығын адамның қызысаң. Мен барша хош иіслі дәм беруші затларды білемен. Хиндистаннан келтірілген хош иіслі зіре, сауаптан келтірілген ладан һәм ширін зірелерді, Қытайдан келтірілген жандырушы қызылбұрышты. Ой, әке, Харон Ява аралынан келтірілген қарабұрш салынған қаптың ішіне түсіп алды. Харон, енді сол жерде отырасаң. Анам баруыңызды қалемесе, неге сіз Ерихоға кетіп баратырсыз? Ерихода мен дәм беруші шөплерді саудагерлердің өзінен сатып алуым мүмкін. Мен ең жақсы, ең таза, ең ащы бұрышты сатып аламан. Тезірек су алып кел, Ребека. Харон, балам, енді ешқашан бұрышты аузыңа салушы болма. Ешқашан. Эзра, мен сізге жолға һәмме нәрсені таярлап қойдым. Сен өзіңді жақсы тұттың ба, Харон? Онда неге һәмме жағың ызғар һәм бұрышқа былғанғансаң? Бұрыштың өзін жеу, әкеңе ұқсап қалта толы пұл менен Ерихоға жалғы жолға атланғандай ақмақлық. Бірақ бұл сапар біздерді бай қылып жібереді. Мен бай тұл хаял болғаннан, камбағал яхуди хаял болуды абзал көремен. Міне, қара, ешкім менің пұлымның барын көрмейді, һәм пұлымды да тартып алмайды. Яқшы, мейлі, жақсы қалыңлар. Әке, мен де сізбенен барайын? Ребека, үйде қалып анаңа жәрдем бер. Күн батқанша мен Ериходағы Гал мейманханасына жетіп аламан. Абайлы бол, Эзра. Жақсы барың, әке. Неге бұл атты қызметкер алып баруды қалемей атырсаң? Анажан, бұл құлыншақ қарындасымның дүниясының ақырғысы. Бұны өзім апарып беруді қалеймен. Ондай болса, Иерусалимге кіріп өтпеймен деп сөз бер. Қауетерлен бе, Анажан? Һәмме яхудилер де біздерді, самариялыларды жаман көрмейді. Білмедім, Халеп, абайлы бол. Хош қалың, Анажан. Мен Ерихоға күн батпастан бұрын жетіп аламан. Балам, Құдай саған яр болсын. Мен таярмын, мырзам. Жақсы. Бұл қатты Дамасктағы ибадатханаға апарып бер. Жолда ұсланып қалма.
Мырзам, мен жолда ұсланып қалмайман, себебі мен Құдайдың қызметкерімен ғо. Сен руханисің, не істесең де, бұл Құдайдың қызметі. Ауада. Жақсы қалың, мырзам. Қараңғы түскенше Ерихоға жетіп аламан. Есіңде тұт. Сен Леви ұруынансаң, харам нәрселерге тиме. Болмаса Галилаға қайтқаныңда ұзақ пәкленуіңе тура келеді. Мен Самарияны айланып өткеннен көре тұппа-туры Капарнахумға барған болар едім. Не? Сен Самария арқалы барасаң? Жеркенішлі жер. Ол жерден соң пәкленуіңнің іләжі жоқ. Бірақ Ериходан өту жүдә ұзақ қо. Не болғанда да, бұл самариялылар менен қатынас құрғаннан жақсырақ. Бұны есіңде тұт, Ешуа. Абайлы бол. Және жолда қалып кетпе. Сапарың бейхатер болсын. Рахмет, мырзам. Кешірерсіз. Кімсең? Иерусалимге неге келдің? Мен Моаплылардың жеріне атланудан алдын ауқат һәм су сатып алмақшы едім. Мен Самариялыман һәм... Самариялы? Өзім де сондай деп ойлаған едім. Самариялы? Иерусалимге бірде-бір Самариялы кіргізілмейді. Жақсылық пенен Самарияңа жоқ бол, түсіндің бе? Саған ұқсағанларды Яһудияда көргіміз келмейді. Жоқ бол. Iltimos, to'xtang. Ura, жоқ бол, Самариялы қорқақ. Бұл не шауқым? Мен Самариялының қышқырғанын һәм оны қуып атырғанын естім. Бұл Самариялылар. Күманым жоқ, ол мұшласуды баслаған. Неге өздерінің Самариясында отыра алмайды екен? Мен де осыны айтаманда. Қайырлы күн, ағайын. Келіп қалдық, кеш. Бұнша ыссы болмаса, мен жүдә шаршадым. Надап, қарақшы болуды қалейсің бе, ямаса жоқ ба? Жаңағы ауа кеш. Ондан алуды тоқтат. Міне бізге қолай жер. Бұлай жүр, Надап. Бұл таслардың артына жасырынып ал. Тонаса болатығын жолаушыларды күтеміз. Мен оны майдалап тасласам бола ма, кеш? Ауа, Надап. Оларды майда бөліклерге бөліп тасласаң да болады. Әне, жақсы болды. Іше ғой, тұлпар. Енді өзіңе келдің бе? Болмаса жолға атланайық. Анам рас айтқан екен. Әмме адамлар біз Самариялыларды жаман көрсе керек.
Тынышлан. Тынышлан, Tulpar. Не болды? Кеттік. Күн батқанша Ерихоға жетіп алуымыз керек. О, жүдә жақсы. Міне біреу жалғыз ешекте жатыр. Ешекте? Ешекті мінсем бола ма, Киш? Сен хәдден тыс үлкенсең, оны езіп қоюың мүмкін. Ешекте мен кетемен. Тыныш, тыныш. Жоғардан үстіне секіресің. Таярлан, таярлан. Таярлан, секір. Ұр оны, ұр, және ұр, және. Және ұр. Сондай, жақсы. Киш, ол қимылдамай қалды. Жақсы, оның шыжлан қалтасын ал. Ішінде еш нәрсе жоқ, Киш. Олар қалташасын әрдайым мойнына асып алады. Енді денесін бір жақлы қыл. Hey, Киш, мені күтіп тұр. О, бишара. Егер Құдай қызметінде болмағанымда еді, тоқтауға имканиятым болар еді. О, Рәббім, iltimos, бұл бишараға жәрдем бер. Iltimos, жәрдем берің. Өтінемен, iltimos. Сені тонады ма? Демек қарақшылар ұсатырапты. Мен левилімен, менде пұл жоқ. Кешірерсіз, меніңше бұл жер қауіплі. Бұрыштың өзін жеу, әкеңе ұқсап қалта толы пұл менен Ерихоға жалғы жолға атланғандай ақмақлық. Бірақ бұл сапар біздерді бай қылып жібереді. Мен бай тұл хаял болғаннан, камбағал яхуди хаял болуды абзал көремен.
Абайлы бол, Эзра. Жақсы барың, әке. Таңырым, егер өлсем, шаңарағыма рахмет. Ол демалы батыр. Демек тірі. Жарақаты ауыр. Кім бұл ахуалға салды екен? Рахмет, мырзам. Тоқтағаныңыз үшін рахмет. Біраз күйдіреді, бірақ жарақатларыңды жуу керек. Міне бұны іш. Қарақшылар, олар қайтып келеді. Тура, олар қайтып келеді. Соның үшін іләжі барынша Ерихоға тезірек жетіп алуымыз керек. Атта отыра аласаң ба? Мен ұрынып көремен. Жүдә мазалы ауқат. Егер ауқаттың мазасы болмағанда да мен шүкір еткен болар едім. Ерихоға алып баратығын жол жүдә қауіплі. Қожайын, жәрдем берің, бұл адам жарадар. Бұл жерге жатқарың. Джош, тезірек таза сүлгі менен жылы су алып кел. Қолымда тек киімім бар еді. Қорқып тұрпан. Яқ. Сіз әмесін туыр істегенсіз. Бірақ бұл жүдә қауіплі. Қарақшылар оны байлап атырғаныңызда сізге де таслануы мүмкін еді. Бірақ мен оны солай таслап кете алмас едім. Бұл адамлар Ериходан 1 сағат алдын келді. Сіздер өтіп кеткеніңізден кейін оны талап һәм ұрып кеткен болуы керек. Алдын мен оны өлген деп ойлаған едім. Менің ойымша ол енді тәуір болып кетеді. Бәрі сіздің арқаңызда. Сіз қай жерлісіз? Самариялы. Самариялы? Фу! Джош, бұл бейшараға оттың алдына төсек салып бер. Суыққа тоңлап қалмасын. Әжеп болады, әке. Әуметі бар екен, еледе сіз өтіп қалыпсыз. Әрбір инсан солай ислеген болар еді. Мырза, мұналар солар ма? Ауа. Ұсылар. Сен өтірік айтып тұрсаң? Кеш, мен оны сен айтқандай 10 мәртебе ұрдым. Әй, ақымақ! Кеттік. Сен қандай тентексің? Енді олар ешқашан қарақшылық қыла алмайды. Жүдә мазалы ауқат. Бірақ ана Самариялы, фу. Ауа, сіз мейманханаға кімді қоюда әтібарлырақ болуыңыз керек. Өзіңді қалай сезіп атырсаң? Біраз жақсыман, мейірімлі адам. Жақсы, қуанышлыман. Мұна пұл түнегенім үшін, мырзам. Ал мұна пұллар бұл кісінің тәуір болып кеткенше жатақ жері һәм ауғаты үшін.
Егер жетпесе, мен муаплылар жерінде ісімді бітіріп, қайтып кетіп баратырып қалғанын төлеп кетемен. Рахмет, мырзам. Мен үміт етемен, ұлым үлкейгенде сіздей рехімлі инсан болады. Әрбір инсан да солай қылған болар еді. Құдай сізге яр болсын. Сізге де Құдай яр болсын. Енді айтыңлар, осы үшеуінің ішінде қайсысы қарақшылардың қолына түскен адамның жақыны? Бұл адам Самар оған жақсылық қылған адам. Бар, сен де осылай ісле, сонда Құдай сені жарылқайды. My hands are the Lord. Менің қолларым, иемнің қолларыдыр. Мен һәм мені шпалаушы оның қолларыман.